өмірбақи қылып жұмыспен айналып келетін иондар шоғыры, электрондар шоғыры мен материалдар арқылау арқылы қасиетін жақсартады. Қазіргі күнде міне шашым ағарған жоқ, түскен жоқ, 5 балам бар. Яғни қауіпсіздік ережелерін сақтап жұмыс жасаса, ешқандай ешкімге зардап болмайды. Жаңа айтып отыр, Ақтаудағы станция бұзылып қалғасын тоқтатты. Ол бұзылып қалғасын тоқтаған жоқ. Оның жобалық мерзімі біткеннен кейін тағы 2 жылға созып, содан кейін уақыт өткеннен кейін оны жабуға міндеттіміз. Жапқа. Бұл бізге Совет өкіметінен қалған мұра. Сондықтан ол жерде утилизационный фонд деген болады, ол болмағандықтан жаңа қалдықтарды басқа жаңа қорлардан алып жойылып жатыр. Сол станцияның таза отыны, яғни реакторға түспеген отын біздің Ульбинский заводта кезінде қайта өңделіп, төменгі байытылған отын ретінде жаңағы таблеткаға айналдырып, біз оны сатқанбыз. Яғни ол жерде ондай қауіп жоқ. Референдум болған дұрыс, халық қалай шешім қабылдайды, солай болу керек. Бірақ жаңағы перспективалық мәселелерді ескеру керек.